Бұл 18 жастағы жас қыз алғаш рет ақ нәсілді бір ер адамға қызмет етіп тұрған еді. Өмірін сақтау үшін ол анасының кеңесін есіне алды. Қандай жағдай болса да қашпау, тіпті азап шегуге тура келсе де. Бетінен жас сорғалап тұрғанын көрген Харман оны аяп кеткендей болып, бетіне жайлап қолын тигізді. Тіпті босатып жіберетіндей әсер қалдырды. Бірақ 3 секундқа жетпей, оны бар күшімен жерге итеріп жіберді. Қара нәсілді бір құлға осындай масқара іс жасау ол үшін түк емес еді. Өйткені оның әкесі аймақтағы ең ірі құл саудагері болатын. Жыл сайын олар Жаңа Орлеаннан жүздеген құл әкелетін. 184 жылдары Хаммонд дәулетінің құл саудасы шарықтау шегіне жетті. Олар енді жай құлдармен шектелмей, таза қанды мандинго құлдарын іздей бастады. Бұл елдің солтүстік батысындағы ішкі аймақтарда өмір сүретін қара нәсілді этникалық топ еді. Ол заманда мұндай құлдар аса қымбат саналады. Ересек бір құлдың бағасы 10 000 фунтқа дейін жететін. Бұл 1821 жылғы британдық ақша құнын қазіргі заманмен салыстырғанда шамамен 43 миллион фунтқа дейін. Бір ғана кім жыл сайын бала туып отырса, әулеттің болашағы толық қамтамасыз етіледі. Сондықтан қарт Хаммонд жас мандинго қызын өте қымбат бағаға сатып алып, оны бірден ұлына жіберді. Туыстарының мандинго құлдарымен көбейту үшін. Алайда оның үлкен таңданысына орай, туыстарының барлық мандинго құлдары бірнеше ай бұрын қаза тапқан болып шықты. Басқа амалы қалмаған Хаммонд бағын Жаңа Орлеан құл базарынан сынап көруге шешім қабылдайды. Сол кезде сатылымда бойы ұзын, денелі мандинго ер адам тұрды. Көздері жанып тұрған бір жесір әйел оны көңілдес ету үшін бар байлығын беруге дайын еді. Бірақ Хаммонд мұндай мүмкіндікті жібермеді. Қызу сауда саттықтан кейін ол мандинго ер адамды 4500 фунтқа сатып алды. Арманындағы құлға қол жеткізген соң, ол қалыңдығына барып, оған үйлену туралы ұсыныс жасайды. Бірақ бір қызығы, қалыңдығының ағасы үнемі жасырын түрде оған қарсы болып жүрді. Ал Хаммонд қалыңдығының аса үлкен құпияны жасырып жүргенін мүлде білмеді.